Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Бүгінгі айтатын тақырыбым балалардағы іштің ауруы. Көптеген аналар шағымданып келіп жатады, осы баламның ішім ауырды деп ішін ұстап жатып қалады, жүрек айниды, кейде құсады. Бұл ауру сезімнің периодический болуы, яғни күнделікті емес, белгілі бір мезгілдерде іштің ауырып тұруына шағымданып келеді. Бұл іш ауру дегеніміз не? Бұл іш ауырғанда асқазан ауырып жатыр ма? Жоқ әлде ішектердегі түйілу ма? Жоқ ұйқы безінің қабыну ма? Жоқ өт толу ма? Сол туралы айтпақшымын. Негізі көптеген 70% жағдайда балалардағы іштің ауру сезімінің бір себебі бұл өттің толуы болады. Өт толған кезде ішекте бұл өттің өзі сондай антимикробный действиені атқарады, яғни ішекке түскен барлық инфекцияларды, паразиттерді, аллергендерді сондай жойып жіберетін қызметті атқарады. Егер де өт толып қалған жағдайда балаларда ішінде паразитта болады, аллергенде болады, иммунитеті төмен болады, жиі ауыра беретін болады. Ең бірінші себеп бұл өттің толуы. Екінші бір себептердің бірі бұл паразиттердің болуы. Көп жағдайда балаларда жиі кездесетін паразиттердің бірі бұл лямбля, аскаридалар, астрицалар, солар жиі кездеседі балаларда. Біріншіден бұның білу үшін кал тапсырған дұрыс. Бұл кал организмде бір тапсырғанда көрінбеуі мүмкін. Себебі бұл анатомиялық құрттардың орналасуына байланысты. Себебі олардың өзінің тіс жүйелері болады, сол ішекке жабысып тұрып алады. Бір кезде калмен шығу мүмкін, болмаса шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін бір рет қана тапсырып, бізде организмде жоқ деп айту қате болып есептелінеді. Болмаса қан арқылы тапсыруға болады. Бұл енді қан арқылы тапсыру 100%-тің 60%-і организмде бар деген мағынаны білдіреді. Үшінші бір себебі балалардағы жиі іш ауруының себебі бұл лимфа түйіндерінің қабынуы. Біз балада ішекте лимфа түйіндері орналасады. Сол лимфа түйіндері ісініп қабынған кезде балаларда қатты іштің ауыру сезімі болады. Бұл іш ауырған кезде бұның негізгі емі бұл лимфаденит деп айтамыз. Бұл қай жақтан шықты? Бұл мүмкін сізде осыдан алдында инфекциялық ішектің аурулары болуы мүмкін, одан кейін қандайда бір ОРВИ-дан кейін ауру сезім болуы мүмкін. Сол вирустың реакциялық түрінде реактивті жауап беруі. Одан кейін құрттарға байланысты лимфа түйіндерінің қабынуы болуы мүмкін. Бұл кездегі негізгі емі лимфа түйіндерін жақсартатын дәрі және анализ тапсыруға байланысты антибактериалды ем жүргізу қажет болып табылады. Және де тағы да бір балалардағы іш аурудың бір себебі бұл желдену, колики деп айтамыз ғой. Соған байланысты балаларда іш ауру мазалайды. Егер де жоғарғы аталған себептерге байланысты балаларда ешқандай патологиялық белгі болмайтын болса, іштің ауру болатын болса, көп жағдайда балаларда психоэмоциональды травма болған кезде ішектің ауру болады. Және де көп жағдайда біздің дұрыс тамақтанбауымызға да байланысты асқазанда бактериялардың кездесуі болады. Енді кіші балаларға, тіпті мысалға 10 жастан төменгі балаларға, болмаса 10-нан 15 жасқа дейінгі балаларда ФГДС дейміз, яғни зондты жұту қиын болғандықтан балаларға кал на хеликобактер пилори тапсыру керек болады. Егер сол оң дәреже көрсететін болса, тіпті гастриттің өзі іштің ауруына алып келеді. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер, сіздерге жауап беремін. Сау болыңыздар.